Баршаңызға сәлем. Бүгін біз иммунды жүйенің үшінші бөлігін талдайтын боламыз. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз жүре пайда болған иммунитет. Егерде организмге сырттан бөгде антиген түсетін болса, оған туа пайда болған иммунитет жауап бере алмаса, онда жүре пайда болған иммунитет іске қосылады екен. Жалпы жүре пайда болған иммунитеттің біз үш негізгі ерекшеліктерін айта аламыз. Бірінші ерекшелігі ол бізде жаңаға түскен антигеннің құрылымындағы кішкентай өзгешеліктің өзін, яғни байқап тани алады. Екінші ерекшелігі ол сырттан түскен молекуланың санының қанша көп болғанына да қарамастан жауап бере алады. Және де үшінші иммунологиялық жады, яғни екінші рет түскен антигенді ол таниды және де бірден оған иммунды жауап көрсетеді. Яғни бұл өте эффективті жол. Жалпы жүре пайда болған иммунитет екі негізгі жүйеден тұрады. Ол гуморальды иммунитет және де жасушалық иммунитет. Гуморальды иммунитетке Б лимфоциттер, ал жасушалық иммунитетке Т лимфоциттер қатысады. Негізі бұл екі лимфоциттің де құрылыстары, сыртқы бейнесі олар өте ұқсас болып келеді. Оларды ажырату өте қиын. Біз неге оларды Б және де Т лимфоциттер деп екіге бөлеміз? Бірінші ерекшелігі олар түзілу процесінде. Яғни біз білеміз, бұл жасушалар бізде бәрібірде қан жасайтын орган, ол бізде сүйек кемігінде түзіледі. Ал эмбрионда ол бізде бауырда түзіледі, ересек адамдарда ол сүйек кемігінде түзіледі. Бірақ Т лимфоциттер олар сүйек кемігінде түзілгеннен кейін перифериялық қан тамырлары арқылы екіншілікті лимфоидты орган, яғни сүйек кемігі біріншілік болса, ол екіншілікті лимфоидты органға шығады. Бұдан шыққаннан кейін ол бізде тимус деп аталынады. Яғни ол тимуста пісіп жетіледі. Сондықтан біз оны Т лимфоцит деп айтамыз. Ал Б лимфоциттер олар бізде осы сүйек кемігінде жетіледі. Сондықтан біз оларды Б лимфоцит деп айтамыз, яғни bone marrow, ол бізде сүйек кемігі. Сондықтан біз оларды Б лимфоцит деп айтамыз. Одан бөлек екінші ерекшелігі Б лимфоциттер олар антигенді танығаннан кейін олар оған қарсы антиденені бөліп шығарады. Ал дәл осы қызметті Т лимфоциттер атқарамайды. Т лимфоциттер олар цитокиндерді бөліп шығарады және де олардың нысана жасушаға қарсы солай әсер көрсетеді. Біз лимфоциттердің жетілетін мүшелерін біз лимфоидты мүшелер деп айтамыз. Екіншілікті лимфоидты мүшелерге біз жаңа айтқан тимус, яғни айырша безі, көк бауыр жатады, лимфа түйіндері жатады, және де шышты қабықта орналасқан лимфа тіндері және лимфа тамырлары жатады екен. Біз осылар туралы айтамыз. Айырша безі ол кеуде қуысында орналасқан, құрсақ ішілік периодта және де кішкентай балаларда өте қарқынды дамиды, бірақ жыныстық жетілу кезінде ол инволюцияға ұшырайды. Біз оның қыртысты және де мыйлы қабықтарын ажыратамыз. Қыртысты қабығында жетілмеген Т лимфоциттер болса, мыйлы қабығында пісіп жетілген Т лимфоциттер болады екен. Екінші мүше ол бізде көк бауыр. Көк бауыр екіншілікті лимфоид органдардың ішіндегі ең ірісі болып табылады. Оның негізгі қызметі қанның фильтрациясын жүзеге асырады екен. Яғни қан тамырлары көк бауырға келгеннен кейін оның арнайы жаңағыдай сүзгі тәрізді бөлігіне өтеді. Сол жерден ескірген эритроциттер, бактериялар, иммунды комплекстер ұсталып қалады екен. Одан бөлек бұл бізде антиденелердің синтезіне жауап береді екен. Бауыр алынып тасталған адамдарда стрептококкус, пневмония, гемофилиум инфлюенза деген секілді бактериялармен ауырып қалуы өте қауіпті болып есептелінеді. Себебі бұл бактериялар инкапсуляцияланған бактериялар болып есептелінеді. Бұл бактерияларға лейкоциттер келіп шабуыл жасаған кезде оның капсуласы болғандықтан олар оған жоя алмайды. Дәл осындай бактериялар көк бауырға келіп ұсталып қалады екен. Сондықтан да асплениясы бар адамдар үшін бұл бактериялар қауіпті болып саналады. Келесі мүше ол бізде лимфа түйіндері. Жалпы лимфа түйіндері сыртқы ортамен контакт барынша көп болатын жерлерде орналасады екен. Және де бұл лимфа түйіндерінің біз анатомиялық және физиологиялық тұстарын қарастырамыз. Осы айтылған лимфа түйін осылай үлкейтіп қарайтын болсақ, оның құрамынан біз қан тамырларын көреміз, артериялық және де веналық капиллярларды көріп тұрмыз. Және де мына жерден келетін бір-бірімен байланысқан біз лимфа тамырларын көріп тұрмыз. Бұл бізде афферентті лимфа тамырлары. Және де мұнда эфферентті лимфа тамыры шығады екен. Дәл осы жерден осылай. Одан бөлек біз оның қыртысты, парақыртысты және де мыйлы қабықтарын ажыратамыз. Бұл қыртысты аймақтарда Б лимфоциттер көп орналасқан. Егер де осылай афферентті
тамырлар арқылы қандай да бір антиген түсіп қалса, қыртысты қабықтағы орналасқан Б лимфоциттер оны таниды да, олар пролиферацияланады екен, яғни көбейеді. Одан кейін парақыртысты аймақтар, ол жерлерде Т лимфоциттер және де дендритті жасушалар орналасады екен. Үшінші қабық мыйлы қабықта ол жерде антидене бөлінеді. Себебі ол жерде плазматикалық жасушалар орналасқан. Плазматикалық жасуша дегеніміз Б лимфоциттің толық жетілген жасушасын біз плазматикалық жасуша деп айтамыз. Яғни бұл бізде антиденені бөле алады. Және де осы мыйлы қабықтың ішінде конустар бар, ол жерлерде макрофагтар көп орналасқан екен. Келесі айтатынымыз ол бізде лимфотіндері. Яғни олар шырышты қабықтың беткейінде орналасып, соның беткейінде диффузды түрде лимфоциттер орналасады екен. Олардың да қызметі дәл лимфотүйіндерінің қызметі секілді. Оларға бадамша безі жатқызамыз, ауыз қуысында орналасқан, және де аденоидті жатқызамыз, мұрын жұтқыншақ бөлікте орналасқан, және де пейір табақшаларын жатқызамыз, жіңішке ішекте орналасқан. Бұл бізде жіңішке ішектің фронтальды кесіндісі болып табылады. Мынау жіңішке ішектің бүрлері болса, мұнда пейір табақшалары орналасады екен. Келесі лимфотамырлары. Жалпы лимфотамырларының негізгі үш қызметі бар. Бірінші, ол бізде лимфотүйінмен байланыс. Яғни мұндағы лимфотүйініне дейінгі жол лимфотамырлар арқылы жүзеге асады. Екінші қызметі, ол бізде мұндағы жасуша аралықтағы сұйықтықты өзіне сіңіреді. Сосын ол ары қарай венаға апарып қосады екен. Байқап тұрғанымыздай, мұнда артериялық және де веналық капиллярлар олар бір-бірімен байланысып тұр. Ал лимфотамырларының ұшы олар тұйық. Яғни олар алған сұйықтықты, алған өздеріне сіңірген заттарды алып, олар бір-бірімен бірігеді. Біріккеннен кейін арнайы лимфа түтігіне айналады. Лимфа түтігіне айналып, сосын бір-біріне қосылып, жергілікті лимфа түйіндеріне барады екен. Жергілікті лимфа түйіндеріне, мысалы, бұлар қосылып, лимфа түйініне келді. Сосын қайтадан шығып, кері қайтады екен. Біз жаңа айтқан афферентті және де эфферентті жол арқылы қайтадан кері осылай келіп отырады екен. Жақтан дәл осылай келеді. Келесі үшінші қызметі ол бізде ішектен сіңірілген тамақтың құрамындағы майлы заттарды өзіне қарай сіңіріп, дәл жаңағыдай венаға апарып қосады. Яғни біз тамақтанамыз, ішегімізге тамақ түскеннен кейін біздің жіңішке ішегімізде тамақты сіңіру процесі басталады. Осы кезде жіңішке ішекте осының құрамында оның бүрлері орналасады. Мынау сондай бүрлердің бірнешеуі. Әрбірінің құрамында оның құрамында қантамырлар орналасқан, артериялық және де веналық, және де ортасында лимфокапиллярлар орналасады. Біз лимфокапиллярларын лактеальды капиллярлар деп атайды екенбіз. Біз тамақтанамыз. Оның құрамындағы қоректік заттар, көмірсулар, белоктар, басқа элементтер, олар бізде осы артериялық және веналық капиллярларға жиналады. Ал майлар және де майда еритін витаминдер, олар бізде лимфотамырларына келіп жиналады екен. Біз неге олар лактеальды деп айтамыз? Себебі құрамында майлы заттар болғандықтан олар сүт тәрізді болып көрінеді екен, ақ түстес болып. Және де осы лимфотамырлары, одан кейін ол әрі қарай лимфа түтігіне, ары қарай кеуделік бөлікке, кеуделік түтікке жиналады, сосын сол жақ бұғана асты венаға келіп, осы жерде келіп құяды екен. Осылай жалпы қан айналым жүйесіне қосылады. Назарларыңызға рахмет.